Сәлем достар, Филиппов есептер жинағынан есептер шығарып жалғастырамыз. Бізде номері 63-ші есеп. 63-ші есеп бізде айнымалысы ажыратылатын теңдеуге келтірілетін теңдеу болып табылады. Y' тең болады 2x қосылған y азайту 3. Бізде айнымалысы ажыратылатын теңдеуге келтірілетін теңдеуді мынандай түрде болады. Оның түрі Y' тең болады f x, y. Яғни бізде теңдіктің оң жағында x-қа және y-қа тәуелді функция болу керек. Олай болса, біз мына оң жақтағы функциямызды бір z-ке теңестіріп алайық. 2x қосылған y азайту 3 бізде тең болады z-ке. Енді осы жерден y-ті тауып алатын болсақ, y бізде тең болады z азайту 2x қосылған 3-ке тең болады екен. Енді осы жерден y' табатын болсақ, y' бізде тең болады z' азайтылған 2-ге. Бізде туынды x бойынша алынады. Енді апарып, осы теңдіктерді мына бір теңдеуіміздің орнына апарып қояйық. Сол кезде z' азайтылған 2 бізде тең болады z-ке. Оң жақтағы теңдік бізде z-ке теңестірдік, сондықтан z-ке тең болады. z' тең болады z қосылған 2-ге. Енді бізде z' ашылады. dz бөлінген dx болып, dx-ті теңдіктің оң жағына өткіземіз. z плюс 2-ні теңдіктің сол жағына бөлсек, бізде z бөлінген z плюс 2 тең dx болады. Енді осыдан екі жағына интеграл алатын болсақ, ln z плюс 2 тең болады x қосылған. Бізге шешімді есептің жауабын ықшамдап жазу үшін бос мүшені ln с деп алсақ болады екен. Енді ln z қосылған 2 бізде тең болады. Мынау x-ті логарифмнің ішіне кіргізетін болсақ, ол ln e-нің x дәрежесі болады. Қосылған ln с. Енді ln-дан бізде қысқартып жазуға болады. Сол кезде z плюс 2. Ал мынау логарифмнің қасиеті бойынша z көбейту e-нің x дәрежесі болады екен. Енді апарып, z-міздің орнына бағанағы алмастыруды қояды екенбіз. Ол бізде не еді? 2x қосылған y азайту 3. 2x қосылған y азайту 3 қосылған 2 бізде тең болады с көбейту e-нің x дәрежесіне. Олай болса, бізде есептің жауабы мынандай түрде болады. 2x қосылған y азайту 1 тең болады с көбейту e-нің x дәрежесі. Бізде номері 63-ші есеп осындай түрде шықты. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп отырсаңыздар болады.